Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Аяз Би деген ертегімен байланысты өзімнің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талдаудың сұрағымыз осындай. Не себепті жаман олардың таңдауымен келіспеді, және жаман өзі ұсынған қыз жаманы мен шөп жаманы туралы не деді? То есть спрашивается причина, почему жаман не согласился с выбором визирей хана, и, собственно, что он сам и сказал насчет самого плохого из птиц и из трав. Жауабымызды видеоның астында көре аласыз, және жауабымыз осындай. Уәзірлер шеңгел деген шөпті және қырғауыл деген құсты ең жаман болып таңдады. Алайда жаманның олармен келіспейтін себебі шеңгелдің де қырғауылдың да адамға пайдасына келуі. Жаман құс жаманына сауысқанды, ал шөп жаманына қарақоғаны ұсынды. Және ол жауабын осылай түсіндірді. 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірім отын, су тасумен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып отқа жақсам, жанбайтын еді. Үрсем жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып жемейтін. Сон қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой, деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім. Қырғауыл болса, оның қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы ғана. Ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты, өзі де ала бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Енді барлығын аударайын. Визири ханы выбрали как самое плохое из трав шенгель и как самое плохое из птиц фазана. Но жаман с ними не согласился, и поскольку шенгель и фазан, оба они приносят пользу человеку, в то время жаман сам и сказал, то, что самое плохое из птиц – это сорока, и самое плохое из трав – это черная осока или осока. Ну, қарақоға, короче. И он это подтвердил фактами, и так он начал разговор. Я стал плохим не когда мне стукнуло 50, а где-то с раннего возраста. Я всю жизнь провел в рабстве и таскал воду и топливо, и работал на чужого человека. В это время, когда я все это таскал, если я использовал шенгель это у нас колючий тростник, как топливо, то мой огонь, он работал до утра. И в это время я осознал то, что наш шенгель, который царапает и портит всю одежду, и до которого даже скот не дотронется, на самом-то деле очень даже и полезен, как топливо. А в отличие қарақоға, это у нас осока, черная осока, она непригодна ни для топлива, даже скот его не ест. И так я понял то, что қарақоға, черная осока, самое плохое из трав. Что насчет фазана? Пусть и у фазана нету перьев, но он приносит пользу человеку. Потому что он не виноват, то, что он таким родился, некрасивым. Его единственная виновность, это его несимпатичность. А что насчет
Сороки, да, у нее есть перья, но на самом-то деле сорока, я никогда не видел, как сороки вместе летали или вместе сажались. То есть нету у сороки чувства единства. И человеку сорока пользу не приносит. Поэтому я выбрал сороку как самый плохой вид из птиц. Болды достар, сау болыңыз.